ағайынға көмектескеннен, досқа жәрдемдескеннен, мұқтажға көмектескеннен кедей болмайды. Қазақтың жерінде жомарт болып аштан өлген қазақтың моласы жоқ ағайындар. Керісінше алтын күмісті қойнына тығып, немесе бір тау мен тасқа алтын күмісін тығып, соның пайдасын көре алмай өлген қазақтың моласы көп. Менің атамнан бәлен алтын қабет, атамнан бәлен күміс қабет деп өлген қазақтың моласы көп. Бірақ жомарт болып, сол жомарт болам деп мал дүниесінен айырылып аштан өлді деген қазақтың моласы жоқ. Сондықтан біліңіздер, адамға ауызды берген Құдай ырысқын несібенінде береді. Біз шешеміздің жатырында жатқан кезде бір кіндіктен тамақтанатын ек. Бір ғана кіндіктен ауа жұттық, тамақ іштік, дәретіміз шығатын еді. Кейін дүниеге келдік. Құдай ырысқымызды кеңітті да анамыздың екі омырауынан сүт ағызып қойды. Кеше бір кіндіктен тамақтанып жатыр ек. Енді екі құдықтан, екі бұлақтан бізді тамақтандырып қойды. Сөйтіп жүргенде ол екі бұлақтан өткеннен кейін бізге тіліміздің 4 түрлі дәм сезетін сезімдерін ашып, біздің бүкіл құлағымыз естіп, көзіміз көріп, дүниенің нығметтерімен танысатын қанша жақсылықтың есігін ашып қойды. Болашақ жастар, әсіресе жақсы болам десеңіздер, осы бір кештің өзінен естігеніңізді жүзеге асырыңызшы. Барасап, шешеңіздің көңілін табуға бір әрекет жасап, әкеңізді бір қуандыратын бір нәрсе істеңізші. Сол әкеңіздің қуанышыңыз бен шешеңіздің батасы міндетті түрде сізді бір қырдан асырып тастайды. Қандай да бір халін сұрайсыз ба, сәлем бересіз ба, жағдайын жасайсыз ба, туысқандардың ризашылығын табыңызшы. Сол сізді бір қырдан асырып тастайды. Екі қырдан асқан жігіт ар жағындағы асқарларды өзі бағындырады.